Диана Сұлтанмен қимай қоштасты. Құрметті көрермен, күтпеген әрі толғанысты сәт орын алды. Көпшіліктің сүйікті отбасына айналған Диана қызымыз көз жасына ерік берді. Мұндайды тіпті Альмира ханым да күтпеді. Диана әлеуметтік желідегі ресми парақшасында мұңға толқулы сәттерін бөлісті. Оның сторисінде көз жасына ерік беріп қоштасу сәтін жариялаған видеолары көпшіліктің жүрегін елжіретті. Желідегі жұрт, көрермендер, қолдаушы апалар мен аталар бірден алаңдап. Дианаға не болды деп алаңдаулы пікірлерін жаудырды. Естеріңізге сала кетейік, Сұлтан мен Диана қосылайық жобасында жасырын танысып, кейін Америкада отбасын құрған болатын. Қазіргі таңда олар Америкада бірге тұрып жатыр. Бұл жұптың өмірі әлеуметтік желіде де жобадан тыста ел назарынан түскен емес. Алайда жуырда Диана ханым Инстаграм парақшасында Сұлтанмен қоштасқан сәттің видеосын бөлісті. Ол видеоны ең қиыны мына кісімен қоштасу деп сипаттаған. Сөзсіз, бұл сәт көпшіліктің жүрегіне жетті. Бірақ құрметті көрермен, алаңдамаңыздар. Бұл қоштасу мәңгілік емес. Бұл тек екі жаққа уақытша кету ғана. Диана қызымыз Алматыға жол тартты. Ал Сұлтан ақшта қалды. Яғни бұл қоштасу емес, болашақ үлкен қуаныштың алдындағы кішігірім үзіліс. Айта кетейік, жақында Диана Америкадағы ең сәнді, ең қымбат той көйлектерінің бірін таңдап, әлеуметтік желіде көрсеткен болатын. Бұл алдағы дүбірлі тойдың белгісі. Өйткені Диана мен Сұлтанның тойы Алматыда өтпек. Иә, сүйінші ағайын. Қосылайық жобасының тарихында болмағандай салтанатты той келе жатыр. Қолдаушы көрермендер бұрын соңды осындай той қосылайықта болмаған деп ақ тілектерін арнап жатыр. Жобадағы жасырын махаббат шынайы өмірге ұласып, шетелде басталған отбасы Қазақстанда ресми түрде дүркіреп тойланбақ. Бұл сәт барлық көрерменнің, әсіресе жас жұпты үнемі қолдап жүрген халықтың арманы болған еді. Ендеше Сұлтан мен Дианаға бақыт тілейміз. Қосылайықтың жаңа маусымында той күтеміз көрермендер.